Сәлеметсіңдер ме балалар? Міне біздің қазақтың жаңа жылы Наурыз келе жатыр. Бұл Наурызда бұрынғы заманнан бері қазақтар Наурыз көже пісіреді. Наурыз көже бұл ұлттық тағам. Бұның пісіру себебі келер жылы молшылықтың, байлықтың жылы болсын деп әр шаңырақта арнап әркім өздері үйінде Наурыз көже пісіреді. Наурыз көженің құрамына қазы қарта, соны етті әуелі пісіріп алады. Пісіріп алады да етті алып қойып, оған бидай салады. Бидай бір 5 минут қайнағаннан кейін оған тары мен күріш салады. Ол да 5 минут. Онан кейін жарма салады. Жарма дегеніміз перловка. Ол піскеннен кейін жаңағы тұзын салады. Тұзын салады да бәрі піскеннен кейін алып қояды. Алып қояды да жаңағы бағанағы пісіріп алды ғой етті, қазы менен қартаны, соларды турап жаңағы көжеге қосады. Салқындаған кезде оның ішіне айран қосып араластырады. Мінекей осылайша Наурыз көжені пісіреді. Жаңағы Наурыз көжені ішкен үйде тоқшылық болады. Ешқашан келер жылға шейін молшылық болып, бастары аман, дендері сау болады деген ырыммен жасалған. Ұлыстың ұлы күні қазан толса, ол жылы ақ мол болар. Ұлы кісіден бата алса, сонда әрқашанда жол болар деген тілек бар. Енді жаңағы Наурызға бата жасайды. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын. Ұлыс ақты болсын, төрт түлік ақты болсын. Ұлыс береке берсін, пәле жала жерге енсін. Я қалқымды аман қылып, әрқашанда қызықты ғұмыр кешуге нәсіп етсін. Аллах бір деп осылай бата берген.